Ал алдарыңызда міне домбыра үйренуге арналған кітапша. Яғни бұл кітапшадан сіздер домбыраны оңай әдіспен үйреніп кете аласыздар. Міне бұл домбыра үйренуге арналған жинақтан сіз үйрену әдісін жеңіл түсініп кете аласыз. Кез келген тілде өзінің әріпі бар. Ал музыканың әріпі ол нота. Нота деген яғни белгі деген сөз. Кәсіби маман ол нотамен үйренеді. Ал осы жинақтан сіздер домбыраны жеңіл әрі тез сандық әдіспен үйрене аласыздар. Домбыра үйренудің жеңіл ең қарапайым жолы. Бұл жинақта яғни 7 ән бар. Оңай әдіспен үйренуге арналған. Міне қалай тарту керек, барлығы жазылған түсіндірмесі. Яғни мына сандар арқылы санап табасыздар. 5 пен 7 сандар беріледі. Мынау бір қағыс, мынау бір қағыс деген сияқты. Қалай домбыраны ұстау керек, ол да жазылған. Барлығы жазылған домбыра үйренем деген адамға. Астыңғы шек, үстіңгі шек барлығы көрсетілген, дайын. Осы кітапшаның электронды нұсқасын ала аласыздар. Мұндай кітап түрінде жоқ, мұндай дайын шығарылғаны. Электронды нұсқасын ала аласыздар. WhatsApp-тан кітапшаны алам десеңіздер, комментарийге жазыңыздар. Мен аламын деп. Сосын WhatsApp номер қалдырамыз комментарийге. Ер бала мен қыз баланың отырысы. Міне, өмірдің екі тірегі бар дейді, тамаша сөз.